Қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен пеште пісетін балықтың рецептімен бөлісемін. Өте дәмді болып шығады, керемет болып шығады. Сондай дәмді болады. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер, сәтті шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, тіркеліп қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Мен балықты алдын ала холодильниктен шығарып, ертіп алдым. Енді пиязымызды жуып тазалап алдық. Екіге бөліп, осылай жіңішкелеп турап аламыз. Балығымызды тұздаймыз. Дәміне қарай барлығын осылай тұздап шығамын. Тұздап болдық. Енді дәміне қарай қара бұрышты себеміз. Дәміне қарай енді паприкамызды себеміз. Қызыл бұрыштан, ашты бұрыштан сеуіп қоямыз. Енді пиязымыздың барлығын арасын ашып, осылай саламыз. Енді майонезімізді салып, араластырамыз барлығын. Енді қақпағын жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Картоптарымды ашып жуып алдым. Енді осылай бөліп, жіңішкелеп турап аламыз. Картопымызды турап дайындап болдық. Енді табағымызға салып, барлығын картоптың дәміне қарай тұз саламыз. Кішкене араластырып, дәміне қарай паприка саламыз. Дәміне қарай қара бұрыштан саламыз. Енді жақсылап кішкене араластырып аламыз да. Сұйық май құямыз үстіне. Тағы да араластырамыз. Картопымыз осымен дайын болды. Енді балығымыз жарты сағаттай тұрды. Қасықпен тағы бір рет араластырып жібереміз.
Мен фольганы төсеп қойдым. Енді үстіне балығымызды тізіп шығамыз. Енді шетіне картоптарымызды саламыз. Картопымызды салып болдық. Кішкене суына құямыз. Пешімізде 250 градуста пісіріп аламыз. Міне пісіп шықты. Өте дәмді, керемет болып шықты. Міне көріп тұрғандарыңыздай, сондай керемет болып шықты. Жасап көріңіздер. Жасап көруге кеңес беремін осы рецептпен. Өте дәмді болып шығады, көңілдеріңізден шығады. Сондай дәмді болды. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Келесі видеоны жіберіп алмаңыздар. Тағы да дәмді тамақтар шығады. Бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.